бала шағаны тастап түнделетіп күйеуіммен бірге киноға шығып бара жатырмыз. Алдында Ерасылмен бірге барғанбыз, енді осы жолы өзіміз ғана барайықшы деп жатырмыз. Бір ситуацияларды естіп қаламын да, иногда просто үндемей өте алмаймын да мен. Кейбір мамалар мысалы да, бала шағаны тастап түнделетіп күйеуіммен бірге киноға шығып бара жатырмыз. Алдында Ерасылмен бірге барғанбыз, енді осы жолы өзіміз ғана барайықшы деп жатырмыз. Бір ситуацияларды естіп қаламын да, иногда просто үндемей өте алмаймын да мен. Кейбір мамалар мысалы да, енді не хочу говорить по именам, енді балаларын қызғанады да. Мысалы әйелін қыдыртып жүрсе, неге әйеліңді ғана қыдыртасың, неге менді де қыдыртпайсың, или там басқалай деген сияқты, неге әйеліңе әперіп жатырсың, неге маған әпермей жатырсың деген сияқты сондай қызғаныштар болатына. Мен сондай мамаларды түсінбеймін, бар ғой, өздерін балаларының әйелдерінің орнына қоя ма, или білмеймін, мен қалай оны түсіндіруге болады, білмеймін. Сондай мамочкалардан Құдай сақтасын деймін, бар ғой. Честно, өстіп қыдырып жүргенде, сондай кезде наоборот балам бақытты болсын келініммен деудің орнына, наоборот, вот ойымды жалғастырып айтайын ары қарай. Сөйтіп баласы әйеліне бір нәрсе алып берсе, маған да әпер, маған да бүйт, маған да сөйт деп. Жаныма, өзіңнің байың болса, байың апарып қыдыртсын десем ауыр болып кете ма? Жыным келіп тұр да, просто өстіп сала салайын ба сторисқа тұр. Мен енді жыным келеді. Мен енді сені часто қыдыртамын деп шештім. Да? Өйткені әйел адамды жиі қыдыртатын болсаң, әйел адамға жиі сыйлық беріп тұратын болсаң, еркектің ризық артады екен. Одан кейін сені жиі қыдыртатын деп шештім. Туф, ризығың арта берсінші жүрегім. Қыдырып жүре берейікші құрсын. Вот, Екеуміз бітсін, шетелге қыдырамыз, Құдай қаласа. Иншалла, сол души күні. бұйырса. Өзіміз бала шағандарды тастап өзіміз барайық құрсын. Өзіміз. Чисто. Только вдвоем. Да. Екеміз кинодан шықтық. Кино ұнады ма, жаным? Мощный кино екен. Мен өзім бір сценарий ойластырып жүрдім, сол ойластырып жүрген сценарийді прям кинода берді ғой. Четкий берді. Біз байдың баласы деген киноны көрдік бүгін. Жақсы кино. Кстати, ол кинода Айсұлтан ойнайды екен, бізді Қостанайдағы тренер болып. Жақсы кино екен. Риза болдық. Сабиркин еще менің самый любимый блогерларымның бірі, ол Сабиркин. Сабиркин ойнайды екен еще. Туф, махаббат моем кетті ғой енді. Бір айғайлап отыр ғой. Караоке бар маған, да? Сондай жақ қой. Қазір прошламен отыр анау. Кеттік үйге, қолтықтасып. Ойбай, ой құрсын, өшек. Арқасына отыра қалайын десем, просто телефон қарап отқан ғой, телефон қарап. Арқамды уқалап берші, белімді қасып берші деп. Белімді уқалап берші, арқамды қасып берші деп. Нервқа тиіп отыр. Неге сондайсың дер? Еркелеген тұрмын ғой енді. Сақалыңды ашым, сақалың өсіп кетті. Ау? Сақалыңды алмайсың ба өсіп кетті? Өсіріп бар балам ғой мен. Өсірмеші. Пошы. Не? Қасы шақамды. Не істеу керек? Қасу керек. Мойнын қараңыздар, қап-қара. Арқасы аппақ. Арқасынан өсін. Нарапта сәпа көңілі жатыр біздің. Енді кішкентай аяқтарды қарасаңыздар. Құдай бере салған аяқ қой бұл. Соның. Туғанымнан сенің күшіккенің. Жоқтап жатыр. Ернім жарылып кеткен. Әлбет қолым жуған жоқ ма, енді оянып жатырмын ғой. Қараңыздар, қайта қанап жатыр ернім прямо. Кеше бот әкеміз Мегаға барып келдік. Ойламаған жерден 300 мыңнан аса ақша құрып тастағанмын. Білем, бір жаққа шығамыз екеміз. Кемінде 200-300 мың теңге құртпай келмейміз ғой. Мақтанып отқан жоқпын былайынша. Ақшаны айтамын да, то, что су сияқты кіресің, аласың, кетесің. И мен ойлап жатырмын да, неге мен алған заттарымды осы анпакинг жасап көрсетпеймін депші. Заодно решила жаңа парфюмдарымды көрсетемін. Кеше парфюм алдым, киім алдым. Парфюмдарымды көрсетемін деп отырдым да, ойлаймын да,
уходовый косметикаларын өзім қолданып жүрген заттарымды көрсетейін деп жатырмын да. Менің күнделікті қолданатын заттарым осы жерде, мына жерде еще. Қандай крем қолданамын? Мен қазір мынаны қолданып жүрмін, Баха деген крем. Пойдет такой средненький. SPF менде міне 50+ альба. Хемиштікі болған еді, мынаны қолданбай жүрмін, ұнамай қалды маған. Тональный эффектімен бұл SPF-ка. Бірақ онша қолданып жүрген жоқпын. Сыворотка Estee Lauder менде. Ең қатты жақсы көретім ол парфюм. Мен бұрға аурумын парфюм десе, мен ала берем, тоқтай алмаймын өзімді. База менде клиник оригинал. Подделка мен қолданбаймын. Парфюмдарыма обзор жасайын. Prada. Аттар мынаны туған күніме алғам. Ұнамай қалды, бағасы 100 000 теңге тұрады скидкамен. Иісі ужасно, просто ужасно. Burberry. Tiffany бұрымда. Тоже жақсы екен, барлығы парфюм. Египеттен алған маслом. Тоже жақсы екен, прям иісі әдемі. Stradivarius'тан алғам. Лощинаны, легкий парфюмдар ғой. Stradivarius'тікі. Тоналка менде қандай? Герлен. Бірақ маған мынау тоналка ұнады. Но всего лишь 10 000 теңге тұрады. Киванадан алғам. Ал мынаны Герленді қанша қалғанымды білмеймін. Шашқа себетін барлығы Оллин себет, мен мынандай себем. Бұны маған шашқа жаңағы Диля деген қыз бар ғой, шашымды бояйтын. Сол қыз подарок етті. Прям керемет, мынаның иісі де, составы да, прям сөзім жоқ. Мынау тинт бота маған Таиландтан алып келді. А мен еще кеше просто космический парфюмдар алдым. Кстати, еще шашқа себетін парфюм бар отдельно. Ян жақта тағы бір парфюмдарым бар, ол бөлек сумкада қалып кетті. Кеше мен ғашық болып жүріп, Ганимед алдым өзіме. Парфюм 125 000, ешқашан скидкаға түспеген екен. Бірақ кеше мен 106 250 теңгеге алдым бұны. Прям иісі деген кайф мынаның. Одан кейін Бакарат алдым. Мама, я влюбилась Бакаратқа, представляете. Мынаны мен Бетиманиядан алдым, Ганимедті, мынаны мен Золотой яблокодан алдым. Мынаның бағасы 190 000 ба, сондай 180 ба. Қанша қалдым мен? 101 бәлем қалдым, в общем. Короче, үй шашылып жатыр, не обращайте внимания, мен ең боянып жатырмын. Бакараттың именно мынауы қазір мен түнде үстіме Бексұлтанға ашып көрсетті, жан парфюм алдым деп. Сонымен сепкем кішкене халатпен жүріп. Сөйтсем халатыма сіңіп қалған, қазір иіскесем прям так свежо пахнет. Күшті на парфюм. Қымбат. Мен барлық парфюм қымбат. Барлығы оригинал емес парфюм сеппеймін. Мынау осындай иісі. Просто космос. Мен қатты ұнады на парфюм. Тағы бір күшті парфюм бар еді, оны Бексұлтан жоғалып тастады. Прям андай керемет болған иісі. И Estee Lauder'дың ана күні Ляска подругам советовать еткен осы тоналкасын алдым. Күшті дейтін тоналка. 27 000 теңге тұрады. Мен 21 теңгемен қалдым. Золотой яблокодан приложениеңіз болса скидка береді. Киімдер алдым. Двойкалар. Күшті двойкалар. Ал полосатые 29 000 ба, сондай тұрады. Ал белые 40 000 теңге тұрады. Тұр кеттік. Барақта апасы деген. Ошмантайға қарап отыр апасы. Видеоға түсірем ама сізді. Бір қарап қойыңыз, амандасып қойыңыз менің оқырмандарыммен. Саламатсыздар. Міне немересіне қарап, көмектесіп маған мамам. Келіп қалған жай бар осылай. Күшігі, мыцығы. Балапан.